Бүгінгі әңгіме дала халықтарының аңыздары және сол заманнан қалған әңгімелер төңірегінде болмақ. Енді өмір болғаннан кейін ол тек патшалардың ғана саяси күресімен немесе батырлардың ерлігімен ғана сипатталмайды ғой. Көп уақыт бейбітшілік жағдайда өтеді. Сол заманда бейбітшілік кезде неше түрлі адам өміріндегі тағдырлардың тоғысуы, әркелкі әрекеттер, неше түрлі оқиғалар орын алады адамдар арасында. Көне заманда да неше түрлі оқиғалар орын алып жататын. Қазіргі кезге белгісіз, қазіргі кезге белгілі оқиғалар. Жалпы адамзат тарихындағы оқиғалар өзі қайталана беретін нәрсе. Циклдік даму деген болады. Сол қайталанып отырады бәрі. Тек ғасырлар өткен сайын адамдардың білімі арта береді, ал оқиғалар тек жетіле береді. Ғылыми технологиялық жағынан тек қайталана береді. Бүгінгі әңгімеміз енді Алтай төңірегінің маңында тұрған тайпалардың әңгімесі болмақ. Бұрынғы замандар, Шыңғыс ханға дейінгі дәуір. Бірінші әңгімеміз Ұрай әулие туралы. Алтайдың күнге жағында Ұрай әулие деген атап кеткен үлкен ақсақал адам өмір сүріп, 100-ге келген. Сол өзі бала кезден бастап тыным таппай еңбектеніп, таза еңбекпен өмір сүрген. Жинаған малдар түгел, мал басы түгел таза еңбекпен келген. Қаншама ұрпақ тәрбиелеген, өзінен 16 ұл 5 қыз болған. Содан қанша немерелер бар, 20 шақты, 30 шақты, қанша шөберелер тараған, өздері бір ауыл болған ұрпақ екен, Ұрай әулиенің. Сол әулие Атай бір күні қарашада алғаш қар жауған кезде есік алдына шығады. Жылы тонын жамылып, есік алдына шықса, жәнегі жауған қардың үстінде бір із жатыр дейді. Кішкене ғана із, өзі шығып жүретін, күнде шығып келетін таңертең тау бар екен, дөң, ғана кішкене ғана дөң. Соның үстіне қарай өзі жүреді. Сол жерге апара жатыр, дөнге қарай із. Бір уақытта дөңнің үстіне шығады, ақырында асықпай жүріп. Қараса, төмен қарап бір қыз бала тұр дейді. Қалқам, сен кімсің? Неге мұнда суық қой тоңып қаласың деп әлгі қызға айтып еді, қыз жалт бұрылды дейді. Қыз бала түгел әппақ, үстіне киімі де әппақ, көйлегі де әппақ, өні де әппақ, иығында бір шашақ әппақ бір нәрселер бар, шашақтар бар. Содан кейін ол тіл қатады дейді. Қорықпаңыз дейді. Мен сізбен бірге өмір бойы жүрдім дейді. Сіздің көңіліңіздің періштесімін, жан дүниеңіздің періштесімін дейді. Ашуланған кезде басып отырдым, сіз қуанған кезде мен де қуанып отырдым. Өмір бойы сізбен бірге болдым. Енді бүгін қоштасатын кез келді. Бірақ мен алысқа ұзамаймын. Осы жерге кім қазір келеді, соған барып қонамын депті. Одан кейін Ұрай антан қалып үндемей, бір уақытта сөйтіп бір нәрсе айтайын дегенде ата деп артынан бір жүгіріп келіпті. Қараса шөбересі екен жүгіріп келген. Ата деп қолынан ұстап жақсы көретін бір шөбересі бар екен, сол қолдан ұстайды да үйге алып кетеді. Тонасыз деп. Үйге келгеннен кейін анау жол бойы ойланып келеді, бұндай оқиғаны бұрын көргем жоқпын, көзіме ештеме елестемейтін. Бұл кім болды екен деп. Үйіне келеді, келін бала сорпа қайнатып береді. Сол сорпаны ішіп отырып, немересін құшақтап отырып, өткен өмір түгел елестеп көз алдынан өтеді. Сөйтіп өткен өмірді елестетіп отырып, сорпаны ішіп отырып, немере шөбересін құшақтап отырып, жүріп кетіпті. Енді 100 жастағы қария. Содан әлгі шөбересі де өзіне ұқсаған, көп жыл жасаған, 100-ге келген олды. Атақты әділ бір би болыпты. Сол ауылдың. Міне осындай бір оқиға өткен. Екінші, мына ол кезде енді жылқы малы көшпелі елдің қанаты ғой, ұшатын. Онсыз мысалы көшпелі елде мәдениет қалыптаспайды. Ұлы даланы бағындыра алмаушы еді. Сол жылқыға деген құрмет қанға сіңген көшпелі дала халықтарының. Бір құла айғыр деген әңгіме. Ертеде сол
Алтай тауының шығыс жағын Арқай деген бір аңшы мекен етіпті. Ол енді аңшылар ол кезде ағаштан үй салып алып қыста да мекендей беретін, қыста да. Кей кезде көшетін, бірақ көбінесе қыста тұрып аң аулап жүретін. Қымбат бағаландар да олайды. Сол Арқайдың бір құла айғыры болыпты. Өзі кішкентай кезден, бұлдың кезден өсірген. Құла айғыры үнемі жанын деріп жүреді екен дейді. Бір күні келе жатса, тау арасымен анадай алыста бір үйір жылқы көрінеді екен. Кішкентай кісілер көстеме көрінбейді бағып жүрген. Құла айғыр соған қарай шаба жөнеледі. Ол құла айғырды енді іздемей өзі кете береді, өзі келеді деп артынан. Әбден сенімді ғой, енді құла айғыр ешқайда кетпейді. Содан аң аулап біраз жүреді, бір екі күндей. Содан үйіне қайтып оралады, тыныш демалып жатады. Аңның еттерін қақтап, киімдерінен киім тігіп, бұрынғы кептірілген терілерден. Сөйтіп жатқанда бір күн дүрділеген дыбыс естіледі, құла айғыры бір үйір жылқыны айдап алып кепті. Содан қуанып, әлгі үйір жылқының бәрін қараса, керемет, ішінде бір боз биенің жанында жүр дейді, құла айғыры ойнақтап. Содан оны сайға қуып тастайды, таудың ішіндегі, өзі барып жүретін сайға. Сонда анда-санда барып қарап жүреді. Көктемде бір құлын туады дейді. Сол боз биеден, құла айғыр мен боз биеден. Ала құлын. Керемет ойнақтаған, керемет өзі шапшаң, тез, жылдам, шаршамайды. Сөйтіп жүргенде қыс қатты болады, осы жылы қыс. Енді не істеймін деп ойлап, Тарбағатайға қарай көшу керек пе? Сөйтіп жүргенше қар басып кетеді. Күзде ерте жауып. Енді бұрын олай ерте жаумайды, енді табиғаттың құбылыстары әртүрлі болады ғой. Сол тізеден асады, белге тақап қалады қар. Аналар үйірмен бірге таудың басында жүргендер. Тау жақты жайлып жүрген. Олар келмей қояды үйге, жылқы. Мынау бара алмайды. Барайын десе белден келеді қар. Содан енді көктемге дейін шыдауға тура келеді. Ал құла айғыр өз үйірін таудың басына апарып, сонда жаяды да біраз қар қапалақтап жауып болмағаннан кейін төмендегі тоғайларға қарай бұрылады. Қар деген қалың, омбылап жүре алмай, сонда да бастап келе жатыр үйірін тоғайға қарай. Осы кезде бір топ қасқыр пайда болады. Осы қасқырлардың енді мейрамы бұндай кез, жылқылар омбылап жүре алмаған кез. Қасқырлар жабылып бәрін өлетінін енді сезген соң, құла айғыр өзі ғана артта қалады да, боз биені бастатып үйірді тоғайға қарай айдатып жібереді. Аналар бәрі тоғай үйірге кетеді, тоғай бәрі. Құла айғыр өзі жалғыз өзі тістеп қасқырлардың тобымен алысып, енді теп алмайды. Қар терең, қалың. Аузымен тістесіп, әйтеуір қан жосы болып құлайды. Ал үйірі тоғайға кіріп үлгереді. Солай өз өмірін құрбандыққа салып, үйірін сақтап қалады. Ол үйір ол жерге барғаннан кейін боз бие бастаған. Таптап жерлерде енді ағаштардың жапырақтарын қалған жей бастайды, қабығын жей бастайды. Әйтеуір қалың ағаш, сол ағаштармен күнелтеді, ағаштың қабығын жеп. Қасқырлар жақындайды, бірақ ала алмайды. Бәрі ашулы, биелі әлгі жылқы топ айналады, тіреліп алады, топтасып орталарына кішілерін қалдырып, құлындарды қалдырып, айналады түзіп тұрып, қасқырлар жолатпай қояды. Солай көктем кезі де келеді. Көктем кезі көрініп, таудың басына қарайғанда бәрі боз бие түгелдей барып бастап, тау басына қарай кетеді, жоталарға жайылуға. Содан Арқай іздеп шығады, өзінің үйірін іздеп шығады да, осы неге кеп алыстан көреді үйірін. Қуанып шауып келеді, бәрін боз бие жүр. Одан кейін айдап төмен қарай түсіп келе жатса, қаңқасын көреді, құла айғырдың өзін. Қасқыр талап, әлгі жеп қойған. Оны жылап сықтап көмеді жерге қалғанын түгелдей. Өзі үйірін айдап алып кетеді. Содан бастап тыныш өмір сүрген екен, үйір көбейе берген дейді. Осындай бір әңгіме. Одан тағы бір өткенде, енді мына Алтай жақта перілер туралы бір әңгіме айтып өттім ғой. Енді Алтайдың солтүстігіндегі бір оқиға, Алтайдың терістік жағына Елбіз Батыр бастаған өзінің аталардың жайлауына бастап келеді, 30 шақты үйді, өз ауылын. Құрат тоғайдың шетінде екен, солтүстік жақ түгел орман тоғай. Түгелдер уда шубы бәрін құйып, әлгі құрып кез үйлерді түгелде. Ет сойып, мал сойып, ет пісіріп, қазан толтырып, енді жаңа қонысқа келгеннен кейін жайлауға. Сөйтіп жатады, жаңбыр жауып тұрады, кешке жақын басталады.
кешкі дұға оқып түгел тамақтарын жеп болғаннан кейін жатады, бәрі қалың ұйқыға кіріп. Таңертең ерте қарады, таң түні бойы жаңбыр кішкене жауады, себелеп жауады, күн күркіреп қояды анда-санда. Соны таңертең қараса, бәрі іздеп жүреді, енді сабылып арлы-берлі әлгі үй шаруасымен айналысып, малдарын қарап, малдарын өріске шығарып, әлгі қойшылар қойларды айдап әкетеді, сиыршылар сиырларды айдап әкетеді, жылқышылар жылқы жақта жүреді. Бір отар қой жоқ, түнде бөлініп кеткен. Содан бір отар қойды іздеуге 6 жігіт кетеді. Соның ішінде осы ауылдың басшысы Елбіз Батырдың 2 баласы да кетеді. Екеуі де егіз екен, екеуі де батыр. Өзі түрінен ешкім айыра алмайды, егіз екеуі де. Бұл 8-ге жаңа келген, екеуі де өте батыр. Мықты екен. 6 мықты жігіт іздеп кетеді, жарайды. Олар іздермен жүріп отырады, тоғайдың арасына кетеді. Іздер тоғайда жөнді білінбейді. Тоғайдың арасымен жүріп отырады, әбден шаршайды. Түстен кейін біраз уақытта демалып, азықтанып алады. Одан біраз тынығып демалады. Одан қайта іздеп жүреді, төбеттер әйтеуір табады. Кешке жақын бір жерде ұйлығып тұрған қойды. Маңырамай ұйлығып тұр екен, бәрі қорқып. Содан кейін үрейленіп тұрған қойларды айдап кейін қарай жүреді. Жаңбыр қайта жауа бастайды. Тоғай сиреген сайын жер бәрі батпақ түгелдей. Айдап кетеді, күн батып кетеді, қараңғы. 2 бала, Құлын мен Қозан деген екеуінің аты. Екеуі ең артта келе жатады, екеуі. Аналар бәрі қой айдап алдағы шығып кетеді төртеуі. Содан кейін бірсыпыра жерге кетіп қапты, иттің дауыстары естіліп тұр. Екеуі жай әңгімелесіп келе жатады. Бір уақытта арттан бір шопылдаған дыбыс естіледі. Шолп-шолп кеткен. Қозан артқа қарай жалт бұрылады, анау да жалт бұрылады. Екеуі қараса, бір үлкен, бір бүкірейген құбыжық секілді бір нәрсе. Анда-санда секіріп қояды, бақа секілді, бірақ бүкірейген маймылға ұқсаймын, адамға ұқсаймын, бір нәрсе, көзі қып-қызыл. Секіріп қап түкіреді, дұрыс еткізіп. Сылдап кеп түкіреді. Одан кейін мыналар шошып кетеді да, ағасы Құлын Батыр қамшысын, дырау қамшысын қолына ұстап айғайлайды әлгіге қарай қамшысын сілтеп. Бірақ аттары артқа баспайды, қорқып бір жерде айналып. Сөйтіп алады, екеуі қой кеттік деп, екеуі бұрылып қаша жөнеледі. Анау орында тұрып қалады да, кейін қарай бұрылып ол да кетіп қалады. Бір нәрсе құбыжық. Содан екеуі тез шауып отырады, қара терге түсіп кетеді, қуып жетеді барлығын. Содан түннің ортасына таман әйтеуір ауылын тауып айдап алып келеді, отырып қойды. Келе салысымен жуынып шайын айтты, одан қымыз ішіп, ет жеп, шешесіне ғана айтады. Әкелеріне енді айтпайды ғой, әкесі Елбіз Батыр, ауылдың басшысы. 2-3 үйлері бар ғой енді Елбіз Батырдың. Мынау асхана үйі. Сонда отырып шешелеріне соны айтады. Шешелер шошып кетіп екеуін ұшықтайды. Екеуі қымыз ішіп, ет жеп алғаннан кейін, жуынып әбден болғаннан кейін екеуі жатып қалың ұйқыға батады. Міне осындай да қиын, қызық жағдайлар болып тұрады. Орман ішін жалғыз аңдар ғана мекендемейді, сондай бір ғажайып, тылсым бір құбыжықтарда мекендейді деген аңыз әңгімелер көп қылған. Енді көп өтірік, көп шын, бірақ сондай кейбір оқиғалар қазіргі заманда да тайғада кездесіп тұрады. Бүгінгі әңгімеміз енді осымен тамамдалды.